Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Табиғи қолмен жасалынған домашний ашытқы, яғни дрожсыз осындай пайдалы әрі тойымды осындай нан жасайтын боламыз. Бізде бұл жерде ашытқыға жасалынған мүлдем дрож қосылмаған. Соның өзінде қараңыздар, өте жұмсақ әрі керемет болып шығады. Ішінде пияз, чеснокпен қосылып пісірілген нан. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Бір штук пиязымызбен 3-4 түс чесногымызды осылай турап аламыз, майдалап. Кішкене майымызды жақсылап қыздырып алып, қызарғанша қуырып аламыз. Бізде қатты күйіп кетпесін. Біз бұны қазір нанның қамырына бірге қосып, салып, илейтін боламыз. Енді ыдысымызға жылы суымызды, тұзымызды және де бізде дайын тұрған ашытқымызды саламыз. Ашытқының видеосы менде парақшамда бар, көрсеңіздер болады. Ашытқыдан жасалынған әртүрлі нандардың рецептілері бар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жақсылап сумен араластырып, осылай араластырып аламыз қолымызбен. Жаңағы қуырып алған чесногымызды, пиязымызды майымен бірге қосып, құйып, жаңағы араластырып аламыз. Енді електен шығарылған ұнымызды алдын ала 2-3 бөлікке бөліп, салып, қамыр илеуді бастаймыз. Барлығыны бірдесінен салмаймыз, ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, осылай қамыр илеп аламыз. Бізде кәдімгідей күнделікте нанға қамыр илеп жүрген сияқты болып, бұл қамыр олай болмайды. Закваскаға, яғни табиғи ашытқыға жасалынған қамыр осылай кішкене қолға жабысыңқырау болады. Жабыспай жатыр деп, тағы бірікпей жатыр деп, көп ұн салып қоймаңыздар. Осы рецепте салынған ұн бойынша жасаңыздар, одан артық ұнның қажеті жоқ. Міне біздің қамырымыз осындай болады, қолға жабысыңқырау. Енді осы қамырымызды жылы жерге 2 сағатқа қойып қоямыз. Бізде кішкене жайылып, көтерілу керек. Дрожға жасалынған қамыр сияқты бұлар қатты көтерілмейді. Міне 2 сағаттан кейін біздің қамырымыз дайын болды. Осылай кішкене жабысыңқырау осылай болады біздің қамырымыз. Енді столымыздың үстіне ұнымызды сеуіп, жаңағы қамырымызды түсіріп аламыз. Бізде осы рецептпен осы қамырдан 2 штук нан шығарды. Теңдей етіп 2 бөлікке бөліп аласыздар. Көз мөлшермен немесе таразының көмегімен бөліп алсаңыздар болады. Кішкене зуала жасап аламыз. Екеуі бірдей болған дұрыс, біреу үлкен, біреу кіші болып қалмасын. Столымыздың үстіне ұн сеуіп жіберіп, осылай видеода көргендей етіп кесіп аласыздар 3 бөлікке. Менде бұл жерде косточка етіп, яғни өріп пісіргенмін нанды. Сіздер өздеріңіз қалағандай формаға келтіріп пісірсеңіздер болады. Батон нанның формасында немесе булка нанның формасына пісірсеңіздер болады, или лепешка сияқты етіп пісірсеңіздер болады. Мен бұл жерде енді осылай өріп пісіріп көрдім. Жаңағы 3 қамырымызды осылай видеода көргендей етіп, кәдімгі өрген сияқты етіп, осылай жасап аласыздар. Ешқандай қиын жері жоқ, просто бізде бұл жерде піскен кезінде өте әдемі көрінеді. Енді нанның формасын келтіру өздеріңіздің қалауыңызға қарай. Майлап алған жістіміздің үстіне жайғастырып аламыз нанымызды. Енді екіншісінде тура солай видеода көргендей етіп жасап алыңыздар. Ешқандай қиын жері жоқ. Жаңағы айтып өткенімдей өздеріңіз қалаған формамен жасасаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің парақшамда пайдалы ашытқыдан, қолдан жасалынған ашытқының рецебі де бар. Тағы 3-4 рецептер бар. Осы ашытқыдан жасалынған небәрі айран мен ұннан жасалынатын закваска ашытқы парақшамда тегін тұр, мастер-класстар. Беймарал көріп, қалағаныңызды жасай берсеңіздер болады. Өте оңай, зато дрожсыз, адам ағзасына пайдалы ашытқымен жасалынған нандар. Бұрынғы кезде апаларымыз, әжелеріміз осындай ашытқыны өздері қолдан жасап, нанды күнделікті өздері жасаған екен. Сол ашытқыны жасап бізге де пісіру өте оңай, қиын емес. Сіздерде үйреніп жасап, үйдегілеріңізге пайдалы нандарды, булочкаларды істеп берсеңіздер болады. Екінші нанымызды жасап алдық. Енді 10-15 минутқа бетіні сүлгімен жауып қойып, немесе пакетпен демалтырып қоямыз. Кішкене бізде ісінуі қажет. Міне 10-15 минуттан кейін енді бетіне жұмыртқамызды жағамыз. Жұмыртқаның сарысыны піскен кезінде беттер қызарып, әдемі болып шығады.
бетіне өздеріңіздің қалауыңызша әсемдеп күнжіт сепсеңіздер болады, дәнектер сепсеңіздер болады, пістенің дәнегін сепсеңіздер болады. Мен бұл жерде асқабақтың дәнегімен күнжіт сеугенмін. Самсалардың үстіне, нандардың үстіне сеуілетін. Ол енді өздеріңіздің қалауыңызға қарай. Міне біздің нанымыздың түрі осындай әдемі болады. Қызып тұрған пешімізде, яғни духовкамызда 180-200 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Қараңыздар, ішінде дрожь болмаса да осындай керемет болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Беттері қытырлақ, қатпарлы, іштері жұмсақ, өте әдемі. Қазір кішкене суыған соң ішін кесіп көрсетемін. Міне қараңыздар. Бұл жерде біздің ашытқыға істелінген нанымыз өте салмағы ауыр болады, әрі тойымды. Кішкентай бір бөлігін жесеңіздер, өте тойымды болады. Қараңыздар, арасының барлығы піскен, шикі болып қалмаған. Міндетті түрде жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Аталарыңызға, әжелеріңізге, енелеріңізге қуантырып, балдарыңызға пайдалы ашытқыдан жасап берулеріңізді кеңес беремін. Парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет. Міндетті түрде жасап беріңіздер. Ас болсын.